Қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бір жасағаннан тура ойдағыдай шығатын вупи пай торттың рецептімен бөлісемін. Ол үшін бізге 80 грамм май қажет, оған 160 грамм шоколадты қосып ерітеміз. 4 жұмыртқаны, оған 160 грамм қант қосып, көпіргенше жақсылап араластырамыз. Көпірген массамызға сары май мен шоколадты қосамыз. Жақсылап тағы да араластырамыз. Бөлек ыдысқа ұн, 200 грамм, 15 грамм разрыхлитель және 20 грамм какао қосып, екіге бөліп қосамыз. Бәрін жақсылап тағы да араластырамыз. Енді формамызды алдын ала дайындап алу керек. Ол үшін бірдей ғып, менде 5 корж шығады. 5 қағаз бірдей ғып кесіп алып, формаға салып, осылай үстінен басып алсаңыздар, алдын ала дайындап қойған дұрыс. Өйткені мына жерде шоколад қатып кетпей тұрып, бірден формаға салып жайып алу керек. Әр пергаментке 4 қасықтан саламыз. Және де осылай тегістеп, әдемілеп жайып шығамыз. «200 градуста ысып тұрған пеште 5-6 минутта пісіріп аласыздар. Енді кремімізді дайындаймыз. Ол үшін бізге 600 грамм творожный сыр, 500 грамм сливки, 200 грамм қант ұнтағы және 250 грамм маскарпоне керек. 600 грамм творожный сырға 200 грамм сахарная пудраны қосып, яғни қант ұнтағын қосып, жақсылап араластырамыз. Және де оған 250 грамм маскарпоне қосамыз. 500 грамм сливкиімізді құямыз. Міне креміміз дәл осындай қою болуы қажет. Енді тортымызды жинаймыз. Жинау әр қалай. Мен мысалы бәрін формасына салып жинадым. Өйткені үстін мастикамен әсемдеймін. Әр қайсын осылай формаға салып, ішіне ацетатная пленканы төсеп, әр слойға 4 қасықтан крем аямай салып, 8 саатқа холодильникке қойып қойсаңыздар, өте жақсы болады. Кремі сіңіп тұруы керек. Бір әсемдеу жолы міне дәл осылай сыртынан мастикамен әсемдесеңіздер болады. Немесе дәл осылай насаткамен кремі көрініп тұратындай шариктарын шығарып әсемдесеңіздер де болады. Енді ол өз еріктеріңізде. Негізі дәмі өте керемет, шоколадты жақсы көретін адамдарға үшін бір өте дәмді десерттің түрі. Вупи пай тортын ұнатпайтын адам жоқ шығар деп ойлаймын. Сондықтан да дәл осы рецептпен пісіріп көрсеңіз, ойыңыздағыдай вупи пай тортын пісіретініңізге сенімдімін. Сондықтан да міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, пікірлеріңізді қалдырсаңыздар болады. Көп рахмет.